Қыздар сәлем, каналға қош келдіңдер. Мен Қарғашпын ғой. Бүгін біз чебурекидің 4 минуттық осы видеода чебурекидің тестасының бір 4 құпиясын білетін боламыз. Міне мынандай сондай жұп-жұқа, жұп-жұмсақ қамыры бар, өзі сочный чебурекиді пісіретін боламыз. Арнадан алыстамаймыз. Ол үшін тура 500 грамм ұнды өлшеп аламыз. Мына жерде 540 болып тұр. 40 грамм ол мына ыдысы. Мінекей 500 грамм ұнды өлшеп аламыз. Оны через сетка өткізіп, бір шұңғыл ыдысқа саламыз. Одан кейін қайнап тұрған ыстық су 160 грамм қыздар, соған кішкентай қасықпен бір қасық тұзды салып жібереміз дағы, араластырып жіберіп, әлгі ұнның үстіне құя саламыз. Өте ыстық су қыздар. Содан кейін 30 грамм сұйық май құямыз. Одан кейін мынау бірінші құпия. Лимонная кислота. Кішкентай ғана лимонный кислотаны қосып жібереміз. Я болмаса арақ 2 ас қасық, я болмаса 9%-тік не бар ғой, уксус бар ғой. Сол уксустан бір қасық, үлкен қасықпен құйып жіберсеңіздер болады. Үшеуінің біреуі. Содан кейін оны прибормен араластырамыз. Одан кейін қолмен илейміз. Кішкене иленгеннен кейін оны столдың үстіне түсіріп аламыз дағы. Тағы иіғанғанға дейін илейміз. Міне мынандай болып жұп-жұмсақ болып шығады. Одан кейін оны аламыз дағы целлофановый мешокқа ішіне салып, аузын орап-орап, ауа жібермей үстіп қойып қоямыз. Тура жарты сағатқа демалып тұрсын. Енді біз фаршымызға кірісеміз. Мен де мына жерде 250 грамм фарш. Оған мен мына пиязды через терка өткіземін. Теркадан өткізіп, терканың үлкенінен өткізем қыздар. Турағаннан көрі терканың өткізген дұрыс, өйткені соғы шығады бұның. Мінекей осыны өткізіп алып, кішкентай қасықпен бір қасық тұз, кішкентай қасықпен жарты қасық қара бұрыш саламын. Содан кейін тағы бір лайфхак, бұл фарштікі 50 грамм су құямыз қыздар. Сочный болу үшін. Міне мынандай болып, жұмсақ болып шығу керек. Кішкене сұйықтау болу керек та. Өйткені біз оны май құсатып жағамыз. Неге? Қамырдың ішіне жағамыз. Енді міне қамырымыз дайын болды. Қамырды тура ортасынан 2-ге бөлемін. Қыздар, егер сіздердің чебурекиларыңыз үлкен болсын десеңіз, онда әрқайсысын бөлек-бөлек жайсаңыз болады. Мен кішкентай жасаймын, сондықтан да үлкен қылып, бірақ жайып аламдағы, содан кейін кесемен оямын. Жайған кезде қыздар, үшінші құпия, жайған кезде бұл бешбармақтың қамыры сияқты жұп-жұқа болуы керек. Сонда дәл бір шүберектей болады ғой қыздар. Чебурегіміз шүберек сияқты болады да, тестасы сол кезде. Мінекей жұп-жұқа етіп жайып аламыз, бешбармақтың тестасы құсатып. Содан кейін оны кесемен оямын. Мен осылай кішкентай қылып жасаймын қыздар. Өзіме солай ұнайды, өйткені ресторандарда, кафелерде осылай қылып істеп береді ғой әлгі. Кішкентай маған содан бері осы ұнайды. Караокеларда солай кішкентай қылады. Содан кейін кішкентай қасықпен толтырмай бір қасық фарш саламын. Одан кейін осылай жағып шығамын. Барлығына май құсатып жағып шығам, жартысына. Одан кейін жабыстырамын. Жабыстырғаным қыздар түспей қалды, өйткені мен экраннан бөлек жерге жабыстырып қойыппын. Көрініп тұр екен деп қалдым. 4-ші құпия. Мына ыстық майға салғаннан кейін оның, көрдіңіздер ме, әнекей ыстық майды бетіне қарай осылай шашамыз. Сол кезде ол тестамыз, қамырымыз бітіп, томпайып, өседі. Ішіне воздух толады сол кезде қыздар. Жаңағы ішіндегі фарш бар ғой, сол парланады сол кезде. Мінекей осылай қылып істейміз. Бұл біздің тағы бір құпиямыз. Мінекей осындай болып өте күшті болып шығады. Міне қыздар, бұның іші дегенің сондай сочный. Әні көріп тұрсыздар. Міне ішінен соғы шығып жатыр. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бастарыңыз аман болсын. Қыздар, сіздерге әйел бақытын, ана бақытын тілеймін. Пока!